Амансыздар құрметті телекөрермендер, эфирде ашық әңгіме бағдарламасы және де оның жүргізушісімен Азиза Мадияр. Бүгін бізде қонақта ішкі саясат және жастар ісі жөніндегі басқармасының рухани жаңғыру бөлімінің басшысы Зәуре Оралбаева ханым келіп отыр. Амансыз ба, студиямызға қош келіпсіз. Қош көрдік. Жалпы рухани жаңғыру бағдарламасы жайында бүгін біз әңгіме өрбітетін боламыз. Бүгінгі таңда 3-ші мегаполисте дәл осы жобаға қатысты бәріміз білеміз, бірталай іс-шаралар атқарылды. Тіпті коронавирус дерті бізді діндеген уақытта да бұл шара онлайн форматта жалғасын тапқан еді. Қазір жағдай қалай, қандай жобалар іске асып жатыр? Толығымен айтып өтсеңіз. Рахмет. Баршаңызға күн сәтті болсын, қайырлы болсын дейміз. Болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламасын елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев осыдан 4 жыл бұрын жариялаған болатын. Мақала ретінде, бүгінде бұл ауқымды мега жоба ретінде қабылданып, қоғамда, былайша айтқанда, айтарлықтай бір жақсы қабылданды деп айтсақ болады. Енді басты мақсат бұл қоғам санасын жаңғырту ғой. Сондықтан ол былай айтқанда біреу келіп сіздің санаңыз жаңғыртып бермейді, я болмаса сіздің ойыңызды өзгертпейді, ол тек әр азаматтың өзіне байланысты. Бағдарлама алғашқы жылы 13 арнайы жоба 6 бағыт негізінде дамытылды. Оның негізгілерін көпшілік бүгінде жақсы біліп те қалды. Ол білімнің салтанат құруы, сананың ашықтығы, одан кейін мынау жалпы біздегі арнайы жобалар 100 жаңа есім дейміз, 100 жаңа оқулық, гуманитарлық жаңа білім негізіндегі заманауи қазақстандық, жаһандық мәдениет, одан кейін біздегі киелі жерлердің географиясы. Міне осының барысында жаңағы айтып отырған прагматизм, прагматикалық дағдыларды күшейту және қалыптастыру бағытында әр азаматтың білімге, ғылымға жақын болуы және сананың ашық болуы осы бағытта, яғни алғашқы кезеңдерде жұмыс істелінді. Республика көлемінде барлық өңірлерде жобалық кеңселер құрылды. Ұлттық комиссия бар арнайы, бұл жұмыстардың барын жүйелеп, жалпы тапсырмалардың негізінде қадағалап отыратын. Және ақпарат қоғамдық даму министрлігінің жанынан дәл осы жұмыс жүйелі жүру үшін жергілікті жерлерде Қазақстандық рухани жаңғыру қоғамдық даму институты құрылды. Бұл институтпен бүгінде біз әдістемелік бағытта, яғни рухани жаңғыру бағдарламасын сапалы жүзеге асыруда қандай әдістемелерді қолдану керек және тәсілдерді пайдалану керек, осы бағытта тығыз байланыста жұмыс істейміз. Әрбір жобалық өңірлік кеңселер. Шымкент өз алдына, өзіңіз айтып өткендей, республикадағы 3-ші қала, яғни мегаполис деңгейінде даму бағытында өзінің 2019 жылы қадам жасады ғой, жаз айында. Дәл сол кезден бастап Шымкентте рухани жаңғыру жобалық кеңсесі құрылды. Біз биыл бағдарламаның 4 жылдығын жақында ғана күні кеше 12-13 сәуір күндері атап өткен болсақ, республика көлемінде, ал Шымкентте бұл 2 жыл болып отыр жұмыс жасалып жатқанына, осы уақытта жұмыс істеліп жатқанына. Енді жұмыс бар, ауқымды жұмыстар бар, ал енді бірақ істелінетін жұмыс одан да көп дереді. Өйткені әр орта, әр мекеме, әр ұйым, әр басқарма, әр аудан әкімдіктерінің тарапынан құрылған осы жобалық кеңселер тағы да. Бұлардың жұмысы, былайша айтқанда, үйлестіру жұмысы. Біз үйлестіруші органбыз. Ал енді жұмыс, бұл енді рухани жаңғыру, неге өйтіп барлығына қатысты дейм, себебі рухани жаңғыру бағдарламасының сол арнайы жобаларына, мен жаңағы атап өткен 13 еді, бүгінде 17 болды. Былтырғы жылы күзден бастап тағы 4 арнайы қосымша жоба қосылды. Олар дәстүрмен құрып, құқықтық мәдениет, еңбек елдің мұраты және үнем қоғам қуаты деп аталады. Аты айтып тұрғандай, әр қайсысы әр бағытта әр саланы қамтиды. Ұлттық құндылықтар, ұлттық бірегейлікті сақтау деген үлкен бағыт бар ғой бағдарламада. Міне соның негізі болатын дәстүр және ғұрып деген, бұл мынау біздің ұлттық санамызға сіңуі тиіс
біздің әдет ғұрпымыздың, жөн жоралғыларымыздың ескірген, көнерген тұстарын керісінше біздің қазіргі жағдайға бейімдеп, сол ескіліктегі тарихы тереңде жатқан дәстүрлерді жаңғырту болып табылады. Бұл ретте Шымкентте айтарлықтай жұмыс істелініп жатыр деп айта аламын. Мәдениет тілдерді дамыту архивтер басқармасының әдет ғұрып салт дәстүр орталығының ғимаратында орналасқанбыз біз өзіміз. Оның да әсері үлкен, сондықтан біз орталықпен біте қайнасып, үйлесімді түрде жұмысымызды істеп жатырмыз. Осы 4 жылдыққа орай, бағдарламаның 4 жылдығына орай, күні кеше 4 құбылаң тең болсын деген керемет танымдық тәрбие сағаты өтті. Оған келген жастардың, әрине бұның барлығы да жалпы енді мынау санитарлық талаптар сақталынды десең, көпшілік оған күледі, күле қарайды, оның үстіне сөйтіп жазбай қойыңыздаршы дейді. Ал шын мәнінде оны да айту керек, өйткені талаптарды сақталмасақ, біз онлайн түрде де талай іс-шараларды өткізіп жатырмыз. Түрлі жаңағы пікір алмасу бар, дөңгелек үстелдер бар. Дегенмен жай ғана осындай пандемияның кезінде жұмыстың бәрін тоқтату мүмкін емес қой. Сондықтан бұл жаңағы орталықпен бірлесіп көптеген іс-шаралар биылдың өзінде жүзеге асырылды. Мынау танымдық тәрбие сағатында 4-еу түгел болса дейді. Мысалға қазақта 4 көзің түгел болсын деген әдемі бір былайша жақсы сөз бар ғой, тілек ретінде айтылатын. Міне сол сөздің түп тамыры неде? Неге 4 көзің түгел болсын деп айтады? Я болмаса 4 құбылаң тең болсын деп айтады. Міне осыны біз қариялармен және этнограф ғалымдармен осы пікір алмасу және жастарға соны түсіндіру ретінде өттік. Жалпы негізі бағдарламаның негізінде 3 бағыт бар. Бұл тұлғаны дамыту бағыты, екінші ұлттың дамуы, ол дегеніміз жаңағы ұлттық бірегейлікті сақтауды негізге алатын, және қоғамдастықтардың дамуы, яғни біздегі азаматтық қоғам институты деп жатамыз біз, азаматтық сектор. Міне сол үкіметтік емес ұйымдармен, қоғамдастықтармен бірге жұмыс істеу бағыттары. Тұлғаны дамытудың негізі де сол ғой. Біз мысалға өзіміздің ұлттық кодымызды сақтауымыз керек деп айтамыз. Ал енді ұлттық кодты кім сақтайды? Оны біздің азаматтарымыз осы өзі қазақи болмысты сақтай отырып, біздің әдет ғұрып салт дәстүр сананы жаңғырту арқылы сол дәстүрдің шынайы тұсы қандай, қазіргі кірме жақтары қандай, біз қайсысын дұрысын білуіміз керек, қайсысы бұрыс біздің өмірімізге еніп кеткен. Міне соның ара жігін ажыратса, ондай болса, біздің тұлғаларымыздың дамуына кішкене өзінің әсерін береді деген сөз. Дәл сол сияқты ғылым мен білімге ден қойған азамат қана қазір өзге елдердегі жалпы өзінің замандас құрдастарымен тепе-теңдікте түсіп, өзін жаңағы биіктен көрсете алады. Жалпы мынау өзіңіз айтып өттіңіз ғой, 100 жаңа есім деп, дәл осы жобаның ішінде атап өтетін жобаның бірі ғой, енді 100 жаңа есім. Біздің Шымкент қаласында да үміткерлер болды осы жаңа есімге кіру үшін. Бізде арнайы телематериалда дайындалған болатын. Қазір көрермендермен бірге тамашалайық, кейін әрі қарай әңгімемізді жалғастыратын боламыз. Биыл Қазақстанның 100 жаңа есімі республикалық жобасы жалғасын тауып, үміткерлер өтініштерін беріп үлгерді. Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті атынан 6 бірдей үміткер жобаға қатысуға ниет еткен. Олардың қатарында профессор, оқытушылар, қызметкерлер мен білім алушылар және түлектер де бар. Үміткерлерге жобаға қатысу үшін өзін-өзі ұсыну мүмкіндігі де берілді. Ал биылғы 2021 жылғы жобада кез келген Қазақстан азаматы өзін-өзі ұсына алатын және жас ерекшелігіне шектеу қойылмайтын әрбір қазақстандық үшін Қазақстанның жаңа есімі атану құқығына өзін-өзі сынау бәйгесіне түсу мүмкіндігі беріліп отыр. Мұхтар Әуезов атындағы университет атынан бағын сынайтындар қатарында Гүлисхан Нақпаева бар. Ол мәдениет және спорт номинациясы бойынша үміткер. Айтуынша қазақ мәдениетін әлем деңгейіне көтеруге атсалыспақ ниетте. Сондай-ақ мәдениетті шыңға шығару үшін алдымен әлеуметтік жағдайды жақсарту керек дейді.
Мәдениет саласы деген өте біздің қарапайым халыққа оңай сала емес деп ойлаймын. Оны түсінетін бар, түсінбейтіні бар. Сондықтан да, мысалы, мен көп шетелдерде болғам, сондықтан да мен оны жақсы түсінемін. Көптеген музейлерде, көптеген операларда, көптеген театр және балеттердің көрмелерінде болған болатымын. Сондықтан да, конечно, олардың деңгейін салыстыруға болмайды. Біздің елімізге біріншіден әлеуметтік осал топтағы отбасыларға көмек беру, олардың жағдайын жасау, мәдениет және спортты дамытатын болатын болсақ, бұл Қазақстан еліміздің басқа үлкен деңгейге экономикамызды көтеретін және спорт саласында да, мысалы, в здоровом теле здоровый дух дейді, сондықтан да здоровая нация должна быть. Сондай-ақ Мұхтар Әуезов атындағы университет атынан биылғы жобаға ғылым және инновация номинациясы бойынша Әзімхан Исабек пен Шолпан Торгаутова, білім номинациясы бойынша Айна Айдарова және Заманбек Орынбеков, қоғам номинациясы бойынша Жасмин Ашимова қатысуда. Бүгінгі таңда Шымкент қаласы бойынша 100 жаңа есім жобасына қатысамын, үміткер боламын. Осы 100 жаңа есімге менің еңбегім де, менің алған білімім де, ізденісім де лайықты деген 70 үміткер қазіргі таңда ұсынып отыр өзін. Кейбірлерін басқармалар ұсынып жатыр тиісті, кейбірі өздерін ұсынып отыр. Бүгінгі Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетінің осындай бір ұйымшылдықпен өздерінің жаңағы өзі жоғары оқу орындарының ішіндегі жобалық кеңселердің ең бір жүйелі жұмыс істеп отырғаны да осы Гүлнара Әмірбайқызы және Шолпан Торғауытова менеджерлік етіп жүрген, Гүлнара апай жетекшілік етсе, Шолпан бір шетін алып жүрген үлкен жобалық кеңсе. Жүйелі жұмыс істейтін, республика көлемінде бәріне үлгі етуге тұрарлықтай жобалық кеңсе, қазір енді орталық деп аталады. Айта өтейік, биылғы дауыс беру кезеңінде ең көп ұпай жинаған және Қазылар алқасының таңдауына ілінген қатысушылар жоба жеңімпаздары атанады. Олардың есімдері биылғы сәуір айында белгілі болады. Зәуре ханым, енді осы тұста дәл қазіргі таңда осы 100 жаңа есімге байланысты біздің Шымкентте атқарылған жұмыстарға айтып өтсеңіз, жастар қаншалықты қызықты бұл жобаға. Былай қарап отырсаңыз, бұл үлкен мәртебе ғой, оның жаңағы есімдердің қатарына ену, иә? Қалай тарттыңыздар осыған? Қандай жастар тартылды? Әрине ол білімділігі, біліктілігі ескерілді ғой. 100 жаңа есім арнайы жобасы, сол жалпы осы рухани жаңғыру мега жобасы қолға алынған алғашқы жылдан бастап іске асырылып келеді. Естеріңізде болса, 2017 жылы елбасы Нұрсұлтан Әбішұлының өзі бастап, сол жаңа есімдерді анықтайық. Біздің қоғамның 6 бағытында таныла бастаған жаңа есімдерді біздің қазақстандықтар білсін, алыс және шет елде білсін. Біздегі білім мен ғылым, инновация, экология, онан кейін әдебиет пен өнер, мәдениет, спорт бағытындағы біздің танылуы тиіс азаматтарымыздың есімін жалпы қазақ, я болмаса алыс және шетелдіктер білуі керек деп осындай үлкен бір мақсат қойды. 2017 жылы сол конкурсқа оңтүстік өңірінен, енді ол кезде оңтүстік Қазақстан облысы едік қой, оңтүстік өңірінен көптеген үміткерлер қатысты, соның ішінен 3 жеңімпаз атанды. Ол біздегі меценат, демеуші, ел танитын азамат Қайрат Молдасейітов. Одан кейін біздің шетел асып, шетелде атын танытып, Қазақстанның көк байрағын әуелеткен, жаңағы желбіреткен Оралбек Орынбасар және Әсел Далиева деген біздің спортшы қызымыз. Міне осы азаматтар кезінде Қазақстанның барлық өңірлерінде ол кісілердің портреті тұрды. Ол кісілермен кездесулер өтіп жатты. Ол кісілерді көптеген қоғамдық, әлеуметтік мәселелер талқыланатын барлық жиындарға қатыстырылу қолға алынды 2018 жылы. Ал 2018 жылы 19 жылы одан кейін өткізілді. Ол конкурста Шымкенттің атынан 2019 жылы дербес өз алдымызға қала ретінде, мегаполис ретінде біздің қаламыздан 82 үміткер қатысып,
жаңағы 6 бағыттағы неге конкурсқа, жобаға бір ғана үміткер жеңімпаз атанды. Ол жеңімпазымыз өзі Сарыағаштың тумасы, бірақ Шымкенттегі мектепте оқыған, Шымкентте алғашқы өзінің білімін алған Алдияр Жұмажанов есімді жігіт. Ол мобильді ойындардың продюсері. Ол мынау біздегі заманауи технологияны жетік меңгерген, және сол арманының негізінде ол бүгінде Қытай елінде оқиды, әрі жұмыс істейді. Енді алдағы уақытта осы биыл келер жылы еліне қайтып, оның мақсаты IT мектебін ашу Шымкентте өзінің. Өйткені шымкенттіктер оған дауыс берді, шымкенттіктер оған кезінде қолдау көрсетті. Сондықтан мен болашақта өзімнің осы таңдаған жолым бойынша сондай тегін білім беретін мектеп ашсам деген оның арманы бар. Әрине біз оны қолдаймыз, және негізінен Алдияр Жұмажановпен көп іс-шаралар онлайн негізінде өткізілді былтырғы жылы. Мынау жастар ресурстық орталығы бар бізде мекемесі, сондағы волонтер ерікті жастар, онан кейін біздегі жоғары оқу орындарының студенттері, орта арнаулы оқу орындарының студенттері белсенді жастармен көптеген дәрістер, шеберлік сағаттары, кездесулердің барлығы онлайн форматта өткізілді. Естеріңізде болса, 2019 жылдың қыс айында, жылдың басында, 2020 жылдың деген кешіріңіздер, Алдиярмен сол кездегі қала әкімі арнайы кездесіп, журналистер де оған куә болды. Алдиярдың өзінен оның арманын сұрап, оның болашақтағы жоспарларымен бөлісіп, сондай бір кездесулер өткен болатын. Енді былайша айтқанда рухани жаңғыру бағдарламасының жаңа қоғамдық сананы жаңғырту бағдарлама ретіндегі былай тарих парақтарында Алдиярдың да есімі қалды. Биыл енді 2021 жыл, 2020 жылы бұл конкурс өткізілген жоқ, жағдайға байланысты. Бірақ биыл 2021-де бұл конкурс жылдың басынан басталып кетті. Наурыздың бас кезінен бастап жарияланып, және оған үміткерлер қатысып. Биыл 70 үміткер болды. Қала бойынша олар мәдениет, спорт саласын таңдаған азаматтар, олар экология саласынан, қоғам белсенділері бар, ішінде мынау қоғамдық институттар, жаңағы үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері бар. Одан кейін білім, ғылым, инновация бағытындағы біздің жастарымыз, тек жастар емес, биылғы жылы былтырғыға қарағанда ерекшелігі жобаның, байқаудың жас ерекшелігі, жас шектелген жоқ, жас мөлшері. Былтыр еріктілер жылына байланысты 39-ға дейін ғана, жас 39-ға дейінгі азаматтар қатысуға мүмкіндік алған. Енді бұл жоба шынында да, мысалға жас ерекшелігін шектейтін болсақ, нәтижесі биылғы жобаның әлі шығарылған жоқ. Арнайы комиссия бар. Сол комиссия бүгінде дауыс беру 12 сәуір күні кешкісін аяқталды. Енді бірер күн өтті. Алдағы күндері біздің арнайы құрылған республикалық комиссия нәтижесін шығарады. Шымкенттен үміткерлердің арасында өте белсенді болған педагогтар бар. Олардың бірі Ұлжалғас Есім апайымыз, 40 жылдан астам педагогикалық бағыттағы педагог, этнопедагог деп айтар едім. Мен ол кісіні ғалым, ұстаз, ол кісі де өзінің бағын сынаған болатын. Одан кейін біздегі білім, ғылыми салада өзінің жаңа бір жетістігімен Абай, Хакім Абайдың қара сөздерін зерттеу, оның ішіндегі 38-ші қара сөзінің өз алдына бір кітап екенін дәлелдеп, осы ретте сөздік құрастырып, оның транскрипциясын ұсынған жас ғалым, Оңтүстік Қазақстан Мұхтар Әуезов атындағы университетінің Мұхтартану орталығының ғалымы Әзімхан Исабек өзі жаңа үміткер ретінде тіркеліп дауыс жинады. Сондай-ақ біздің қыздар арасында, қыз-келіншектер арасында халықаралық жалғыз гроссмейстер Гүлсхан Нақпаева бар үміткерлердің арасында. Сондай-ақ әлемге аты танымал біздің көркем гимнастшымыз Әлия Юсупова бар.
Енді талай танымал азаматтар бар. Азаматтарымыздың басым бөлігі жеңіске жетіп, биылғы жылы жетістікке жетіп, аттары онсыз да аты танылып жүргендер бар ішінде. Дегенмен лайықты адамдар деп санаймыз ғой. Лайық адамдар, енді әр уақыттың өзіндік бір жаңа тұлғалары бар ғой. Осы азаматтардың есімі жаңа есімдердің қатарында осы бағдарламаның негізінде жан-жақты қолдау тауып танылып жатса, оған тек қана қуану керек. Әрине. Жалпы енді соңғы өткен мерекенің бірі ол ғашықтар күні, иә? Қозы Көрпеш Баян Сұлу күні деп те айтып жатады. Бұл күнге орай қандай да бір іс-шара өтті ме сіздерде? Қозы Көрпеш Баян Сұлу күні енді өздеріңізге белгілі 15 сәуір бұл қазақстандық мереке болып қабылданып отыр ғой. Өте керемет, бұл мереке қажет, оны жаңағы керек. Енді мереке демесек те бір айтулы дата да, бұл әдемі дата. Бұл өміршең болу керек. Оны өміршең қылатын да біз өзіміз. Мынау жаңағы 14 ақпанды барынша енді білсек те білмесек те кезінде жаңағы алақайлап тамаша бір-бірімізге жаңағы жүрекшелерді сыйлап, не бір әдемі бір кітапшаларды беріп жаттық қой. Міне біз 15 сәуірдің не дәрежесін одан төмендетпеуіміз керек. Біз керісінше осы бағытта көбірек жұмыс істеуіміз керек. Біз өзіміздің көптеп айтатын жаңағы акциямызды да, челленджімізді де, қандай тағы да бір не бар еді ғой, бір тағы бір акцияның түрі. Бәрі тұрып жаңағы билейтіндер ме? Билейді, я болмаса жаттығулар жасайды. Ұмытып қалдым сәл. Айтайық бір акциялардың түрлерін, неше түрлі конкурстар бар, жобалар бар. Міне осы Қозы Көрпеш Баян Сұлу күніне орайластыру керек соның барлығын. Енді мен жеке пікірім, бағана сұхбат бергенде де айтып жатырмын. Бұл енді әр қазақ өз жаңағы өзіміздің эпостық, лирикалық эпостар бар, дастандар бар, батырлар жыры бар. Батырлар жырын жатқа айтудан да осы бағдарламаның аясында Қазақ эпос деген ағартушылық жоба іске асырылды. Республикалық арнайы қордың ұйымдастыруымен және біздегі кезінде Оңтүстік Қазақстан қоғамдық саяси газетінің ұйытқы болып жақсылар дастанын айтайын деп бастаған үлкен жобасының жалғасы іспетті бұл. Біз Қобыланды батыр жырының Марабай жыраудың жаңағы нұсқасымен бізде 1000-нан астам оқушымен сол жырды батырлар жырын жатқа білем. 5000-нан астам сөз қорынан құралған пәлен мыңнан жаңағы жолдарымен келетін Қобыланды батырдың жаңағы батырлығын, оның жаңағы сүйіктісі Құртқаның образын аша отырып, содан келетін көне сөздердің мағынасын түсіндіріп беріп, біздің оқушы ұл-қыздарымыз биіктен көрінді. Ол да бір керемет, ол да бір дәреже. Сондықтан осындай бағыттағы жұмыстар бұлар тек жаңа науқандықты қажет етпейді. Бір реттік болмау керек. Бұлар ары қарай жаңағы жалғасын табу керек. Былтырғы мынау жағдай елдегі пандемия ахуал осындай кішкене өзінің жаңағы несін тежеуге тура келді ғой соған байланысты. Бірақ биыл біраз жоспар бар, осының барлығы қайтадан ары қарай өзінің жалғасын табады деп жоспарланып отыр. Биыл Шымкент қаласының әкімі Мұрат Дүйсенбекұлы Айтенов мырзаның бекіткен 78 тармақтан тұратын арнайы жоспарлар кешені бар, кешенді жоспарымыз бар. Бұл да сол жаңағы 3 бағытты қамтитын негізгі жоспарлар, іс-шаралар. Биыл енді былтыр біз Ұлы Абайдың 175 жылдығымен ғұламамыз Әл-Фарабидің 1150 жылдығына арналған көптеген шаралар өтті. Мектептеріміз атсалысты, жоғары оқу орындары, кітапханаларды ерекше айтып өту керек. Әлеуметтік желілерде қаншама сұхбаттар жүргізілді бұл ретте. Абай танушылар, Фараби танушылар, ол кісілердің талай монографиясы қазақтану қоғамдық бірлестігімен және Оңтүстік Қазақстан университетінің Мұхтар Әуезов атындағы осы бағыттағы ғылыми жұмыстарын ерекше атап өткім келеді. Ол университеттің рухани жаңғыру және жобалық кеңсесі, бұл жүйелі жұмыс істейтін бірден бір кеңсе. Және Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университетінің осы рухани жаңғыру жөніндегі арнайы орталығы бар.
бұл кісілердің осы университеттің ғалымдары, мамандары, жалпы профессорлық оқытушылар құрамы ерекше көзқараспен жақсы қарым-қатынаста, және бұл бағытта олар студенттерді осы рухани жаңғыру бағдарламасының негізінде ғылыми жобаларын жасап, бағдарламаның ғылыми деңгейін арттыруға көп жұмыс істеп жатыр. Қазақтану деген арнайы журнал бар, Әуезов атындағы университеттің, педагогикалық университеттің монографиялық деректер жинақтары шығып отыр, талай кітаптар жарық көрді, дүниеге келді ғалымдардың туындылары. Енді біраз жұмыстар атқарылды. Енді биылға да керемет бірегей жоспарлар бар. Жаңағы Қозы Көрпеш Баян Сұлу несіне тағы айтып өтейін. Жақында ғана біз әдет ғұрып салт дәстүр орталығының ұйымдастыруымен бағдарламаның аясында әлди және шашпаулым деген конкурс жариялады. Әлеуметтік желі арқылы онлайн форматта, бірақ әлди конкурсы бесік жырын аналардың арасында барынша насихаттау, жас аналардың арасында мін соны мақсат тұтты. Оған ол республикалық көлемде өтті. Оған республиканың түкпір-түкпірінен қыз-келіншектер атсалысты, қатысты. Әлеуметтік желіде енді берген өзінің әлди жырын айтқанын әртүрлі, әр өңірдікі әртүрлі әуен керемет. Енді мен өзім сол жаңағы қазылық жасағандардың арасында болдым. Аллаға шүкір, сол керемет. Мысалға мен бұл ретте кішкене құпиясында ашып қойайын. Қорытындыны шығарып қойдық, енді айта берсем болатын шығар. Қарағандылық келіншек жаңағы баланы не үшін бөлу керек екендігін бесікке, және баламен бесікке бөлердің алдында оны қалай дайындайды, ән айтып, оны жаңағы бесікті аластап алу, осының әр элементіне мән берген, және әуені де басқаша. Біздегі жаңағы әлди ақ бөпем деген жаттанды емес, басқаша бір әуенмен келтіріп бесік жырын айтты, сөздері де өзгеше. Және көбісі мынау бізде әнші Жазира Байырбекованың әнін айта салады. Айтады, соған жаңағы еліктейді, оның үстіне соның әуен ретін несін жасап, плюсовка, минусовка деп жатады ғой. Сосын өздері айтып отырады. Табиғи өзінің даусымен айтып жатқан аналар бар. Өте керемет. Шымкенттің де біраз аналар қатысқан. Қарағанды, Алматы облысы, солтүстік Қазақстан облысынан әр қайсының бесікке бөлу үрдісі де, жаңағы балаға о баста әңгіме айтып барып оны жатқызу да, бөлу тактикасы да ерекшелеу. Сондықтан бұл нені атап өту керек. Одан кейін шашпаулым деген бұл 15 жаспен 13 жас кейін түзетілді, себебі қатысамын деушілердің арасында тіпті 4-ші сыныптың да оқушылары болған. Ол енді біздің өңірлік байқау, Шымкент өңірінің қыздары арасында. Шашпау қалай тағылады, шашпауды не үшін тағады, шолпының шашпаудан өзгешелігіне де, жалпы шолпы да шашпау да қыз не үшін оны таққан. Мысалға біздің әжелерімізден естіген. Болды ғой бұл сонда. Ол кәдімгідей бейне ролик ретінде қыз өзі көрсетеді оны, тағады, және сол шашпауын тағып жүріп, жаңағы бейне баян кішкене жасап, былайша айтқанда түрлі әуенмен, ол да онлайн түрде өткен байқау. Күні бүгін біз жеңімпаздарды марапаттадық. Жеңімпаздарға берілген сыйлықтарды көріп, кез келген қыздар келесі бір байқауға қатысам деу керек, себебі нағыз біздің қолөнерші, мынау азаматтарымыздың қолынан шыққан авторлық дүниелер. Олар тұмаршалар, олар алқа күміс, олар қос мұрын. Ұлттық нақыштағы ғой барлығы да, әлде қалай? Ұлттық нақыштағы, сондай керемет нәрселер. Енді алдағы уақытта да осындай деңгейдегі байқаулар, осындай деңгейдегі іс-шаралар жалғасын табады деген ниеттеміз. Әрине, бұл негізі жаңағы айтып отырмын ғой, біз өзіміз орналасқан салт дәстүр орталығы, әдет ғұрып салт дәстүр орталығы. Апта сайын біз түрлі шараларды өткізіп жатырмыз. Енді адамды көбірек жинау қиын болып тұрды, сондықтан әлеуметтік желіге, болмаса бұқаралық ақпарат құралдары арқылы телевизиялық жоба ретінде көп осындай насихатталып жатыр қазір. Оңтүстік телеарнасы арқылы, өздеріңіз арқылы да көптеген
жаңағы іс-шараларды көрсетіп отырмыз. Құрсақ шашу той, шын мәнінде құрсақ шашуды қалай өткізген бұрын, оған неге мән берген отбасында. Одан кейін жалпы бұның барлығы отбасы құндылығын насихаттау ғой. Бұл бағдарламадағы негізгі бағыттардың бірі. Себебі рухани жаңғыруды ол отбасынан басталады. Әрине. Кітап оқуға деген құштарлық мысалға. Биыл оның үстіне мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы кітап оқуға құштар мектеп, кітап оқуға құштар ұлт жобасын жариялады. Бұл ретте мынау мектептердегі кітапханалардың барынша мақсатын, көркем туындыларды насихаттауын көбірек қолға алу. Және бұл жобаның аясында өздеріңізге енді мәлімде ғой, көп көрермендер қазір біліп те қалды. Білмесе тағы да ескертіп айтқым келеді. Біздің қаладағы кітапханалар қазір кешкісінде жұмыс істейді. Түнгі 12-ге дейін. Арнайы бағдарламада және бұл мұны тағы да ескеру керек, себебі жақында ғана мен Абай атындағы орталықтандырылған кітапханада болдым. Кешкісін адамдардың келуі бәрібір аз дейді. Десек те мысалға жұмыс кезінде бара алмайтын жағдайлар болады ғой. Керісінше сол нені пайдаланып көбірек бару керек кітапханаға. Әрине, қазір неше түрлі кітаптар бар. Бұрын мысалға біз студент кезімізде кітаптарға кезекте тұрушы едік. Сол Есенберлиннің, сол Абайдың, сол Мұхтар Әуезовтың, я болмаса Дулат Исабековтың романдары, әңгімелері, повестеріне біз жаңағы университетте, институтта алған тапсырмамызға қосымша бізге көркем шығармалар бойынша емтихан, я болмаса карточкалармен жұмысты талап етеді. Сонда біз барсақ Есенберлиннің ол кітабы жоқ. 10 томдығының ішіндегі бізге керек 8-ші томы жоқ. Ол қашан болады апай дейміз, кітапханашы бізге мысалға сәуірде барсам мамырдың аяғында ғана тиеді. Мен сіз соған біз жаздыртып қоятынбыз өзіміздің кезегіміз. Мін сондай жағдайға жетуіміз керек қой. Қазір Шымкентте республикада алғашқы отбасылық үлгідегі кітапхана ашылды. Забадам шағын ауданында. Ол да бір керемет дүние мысалға. Осы қаншама мүмкіндік беріліп жатыр деп айтуға болады ғой. Былайша айтқанда кітапханалар жаңғыртылып жатыр, Міне сол мүмкіндікті пайдалан. Оның барлығы оқырман үшін, оның барлығы біздің тұрғындар үшін. Сондықтан біздің Шымкентте осындай бар деп мақтана жүріп, және ең бірінші біздің мынау әлеуметтік күнделікті күйбең тіршілік әрине барлық уақытта алуы мүмкін. Дегенмен егер сіз оған уақыт табамын, мен осы тұста кішкене ойымды өзгертем десеңіз, оның бәрі өз қолыңызда. Әрине. Зәуре ханым, көп рахмет сізге. Әрине 2 жылда атқарылған ауқымды жұмысты бар болғаны 30 минуттың ішінде айтып шығу мүмкін емес. Оның үстіне бұл ары қарай жалғасын таба да береді. Онымен тоқталып та қалмаймыз. Біз енді тауды қопарып тастадық. Әр азаматтың санасының өзгеруіне ықпал еттік деп те айта алмаймыз. Бірақ ықпал ету мақсат. Ол үшін біз әр азамат өзі де осыған бір қадам жасап, ойын өзгертіп па болу керек шығар. Себебі бір қадам жасаса, сіздер 2 қадам жасауға дайынсыздар деп айтуға әбден болады. Дайын болуымыз керек те. Рахмет сізге бүгінгі сұхбатыңыз үшін. Өте көп ақпарат алды. Биыл тағы бір нені Азиза айтып өткім келеді. Жалпы ұлттық сананы жаңғырту деп жатырмыз ғой. Биыл ұлттың жаңғыру бағытында осы кезеңде аяқ басты бағдарлама ретінде министрліктің қойған үлкен тапсырмасы. Және мынау ұлттың қоғамдық сананы жаңғыртудың жол картасы әзірленді. Осы жол картасы қазір мемлекеттік хатшының қарауында толықтырылып жатыр. Жақын арада біз онымен де ары қарай таныстырып өтетін боламыз. Көп рахмет. Алдағы жұмыстарыңызға тек қана табыс тілейміз. Әрине, құрметті көрермендер, өздеріңіздің саналарыңызды өзгерту, өздеріңіздің қолдарыңызда, рухани азық жинау үшін барлық жағдай біздің қалада жасалған. Ендеше соны қолдана біліңіздер деп айтқымыз келеді. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.